Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгін мына уақыт туралы дәрістерімізді жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз уақыттың рүкіндері және дұрыс болу шарттары дейді. Енді өздеріңіз білесіздер, рүкін мен шарттың айырмашылығы қандай екенін. Рүкін дегеніміз ол міндетті түрде орындалуы қажет болған парыздар болып есептеледі. Намаздың ішіндегі парыздар сияқты. Оның бірі орындалмаса намаз дұрыс болмайды. Ал шарттар кеңдік жағында орындалу, талап етілетін басқа жағдайлармен орындалып жатады. Намаздың уақытының кейінгі уақыттары деген сияқты. Мысалы айтқанда біздің ұстаздар былай түсіндіретін, бір рүкін деген нәрсе көліктің мисалындай өзінің негізгі дөңгелектері, төрт дөңгелектері өзінің негізгі корпусы тұратын үлкен негізгі темірлер дейді. Ал оның моторы, басқа заттары бәрі шарттар деген сияқты түсіндіретін. Енді ханафилерде уақыттың рүкіні болып сиға табылады. Сиға деген сөз формасы. Бірақ ханафилерде сиға болып табылса да, сөз формасы табылса да, оның бірақ төрт шарты бар. Уақыт беруші сол жерде болу керек, сол уақытта. Уақыт алушы және уақыт қойылатын нәрсенің сол жерде болу керек міндетті түрде. Ал көпшілік жумһур ғұламалардың пікірі бойынша уақыттың рүкіні төртеу дейді. Олар уақыт беруші, уақыт алушы, уақытқа қойылған жер, сөз формасы болу керек дейді. Уақыт берушінің шарттары дейді енді. Бұның уақыт берушінің дегеніміз заттың, мүліктің иесі. Оның бойында екі шарт болу керек. Бірінші шарт балиғат жасқа толған болу керек. Ақыл есі дұрыс, ерікті, басы бос адам болу керек. Яғни бір жерде қамауда сонда отырмау керек. Тіпті мұсылман емес адам жерін мешіт салуға берсе, Шафиғи мазхабы фиқшылар көзқарасы бойынша уақыбы дұрыс болады дейді. Яғни мешіт салуға деп бір адам жерін мұсылман болмаса да берсе, Шафиғи көзқарасы бойынша уақытқа жарайды, жарамды екен. Ал мәликилер бойынша мұсылман еместің мешітке бергені уақыт болып саналмайды. Тіпті мешіттен бөлек діни сипаты бар істерде уақытқа жатпайды. Мәлики ғалымдарының бірі Әд-Дасухи пікірі бойынша діни жақындау кәпірлерден болмаған себепті жаралмайды дейді. Ал дүниеви нәрселер, мысалы көпір салу, арық қазу, құдық қазу, ондай нәрсе жарайды дейді. Енді осы мына біздің уақыт туралы дәрістерімізді зерттеп отырған Мұхаммед Рафат Осман деген кісінің пікірі бойынша ол кісі айтады, имам Шафиғидің пікіріне қосыламын дейді. Өйткені қосылады. Демек өйткені мұсылман еместікі уақытқа жатады дейді ол кісі айтады. Егер мәликилер дүниеви нәрселердің пайдасы адамға қайтатын іс-әрекеттерде өзен үстіне көпір салу, арық қазу, құдық қазу деген дұрыс деп есептесе, ондай мешіт тұрғызу да адамға пайдалы деп айтады. Осы жаңағы Шафиғилер сияқты мына осыны зерттеуші Рафат Осман